Достар, сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен вупипай пирожныйларын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге сары май, шоколад, менде казахстанский, ұн, разрыхлитель, какао, қант және жұмыртқа қажет. Жұмыртқа мен қантты бірінші жақсылап араластырамыз миксермен. Жұмыртқаны алдын ала шығарып қойған дұрыс. Холодильниктен 2-3 сағат бұрын шығарып қойсаңыз, тез көпіретін болады. Көпіріп ағарғанша миксерлейміз. Шамамен 5 минуттай. Шетке қоя тұрамыз. Ол уақытта біз сары май мен шоколадты микроволновкада ертіп аламыз. Бірден көп уақытқа қоймаймыз. 10 секундқа қоямыз, өшеді, тағы күтеміз, тағы 10 секундқа қоямыз. Осылай 4-5 рет жасап, май ериді, шоколад та ериді, осылай жақсылап араластырып аламыз. 2-3 минуттай араластырамыз, кішкене су керек. Содан кейін жұмыртқалы массаға қосамыз. Миксердің төменгі жылдамдығында біркелкі масса болғанша ғана 1 минуттай шамамен араластырамыз. Құрғақ заттарды, яғни ол ұн, разрыхлитель, какао араластырып аламыз және міндетті түрде ситодан өткізіп қосамыз. 2 бөліп қосқан дұрыс. Жанында қалып қойған ұндарды осылай лопатканың көмегімен түсіріп, біркелкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Осындай масса болды бізде. Жаңағы шоколад сәл ыстықтау болғандықтан кішкене массаның суығанын күтеміз. 10 минутқа қалдырамыз. 10 минуттан кейін осындай одноразовый қалташалар болады. Кондитерлік қалташаға барлығын орналастырып аламыз. Противенге пергамент қағазын төсеп, пергамент сапалы болған дұрыс. Сол кезде біздің печеньелер жабыспай әдемі пісетін болады. Арасын алшақ қылып, менікі жақын болып кетті. Орналастырамыз да қызып тұрған пеште 180 градуста 8-9 минут пісіреміз. Күйіп кетпеуі керек. Келесі кезекте крем дайындаймыз. Ол үшін бізге осындай қалташа және ирек насадка керек болады. Менде номері 333. Дайындап қоямыз алдын ала. Және салқын творожный сырды, сахарная пудраны жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Екі-үш минуттай араластырдық. Енді салқын сливкиді қосамыз. Шамамен 3-4 минуттай крем өзін ұстағанша миксерлейміз. Лопаткамен араластырып аламыз. Жаңағы дайындаған қалташаға орналастырамыз. Кремді холодильникке сала тұрамыз. Қазір шоколадты ганаш дайындаймыз. Плиточный шоколадтың қалғанына сливке қосамыз. Дәл жаңағыдай
микроволновкада импульстермен ертіп аламыз. Шоколадты ганашымыз дайын. Печеньелерді толықтай суытып барып пергаменттен аламыз. Осылай парасымен, жұбымен қойып қоямыз. Шоколадты ганашымызды қоямыз. Және видеодағыдай пирожныйларды жинаймыз. Егер де сізге видео рецепт ұнаса, лайк басып, видеоның астына комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыз. Үстін қалауыңызша сәндесеңіз болады. Осымен біздің Whoopie Pie пирожныйлар дайын, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.